Салам достар, бүгін біз осындай бауырсақпен шелпек жасайтын боламыз. Кеттік. Бұл үшін бізге тұз, майонез, жылы су, жылы сүт және ашытқы сұйық май керек. Бірінші суымызды қойайық табағымызға және сүтімізді қойайық ашытқымызды салайық. Және осыны жақсылап араластырамыз. Және тұзымызды қосайық. Майонезімізді қосайық. Және тағы араластырамыз. Енді ұнымызды қосып қамыр илейтін боламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Осындай жұмсақ қамыр илеп болғаннан бетін сафаны жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Біздің қамырымыз ашыды. Енді осыны домақ формаға келтіреміз. Мен шелпекті кішкентай қылып істеймін. Осы барлық қамырды үстіп домалатып шығамыз. Мұны мен үстіп барлығын тізбектеп қойдым. Енді осыны жайып пісіремін. Бүтін қамырлардың бетін үстіп жауып қоям. Әйтпесе қаязып қалады. Бұны жаямыз. Астына ұн себу керек. Жаямыз. Мені үстіп жайып болғаннан мен майға қуырам осыны. Майымызды қыздырып қоюымыз керек. Енді қыздырып тұрған майымызға салайық. Екі жағын пісіреміз. Мынандай көбіктерді жарып жібереміз. Тез піседі. Екінші қамырымызды жаямыз. Üçüncüsünde sütüp pişiremiz. Bunu benim şelpegimмен бауырсағымдай болды. Өте жұмсақ. Сау болыңыздар, лайк басыңыздар.